Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен шайға тез дайындалатын бисквит рулетінің рецебімен бөлісетін боламын. Рулетті дайындау үшін бізге жұмыртқа, тұз, қант, сұйық май, ұн және қопсытқыш қажет болады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Үстіне тұз салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Сәл көпірген соң, қантты аз-аздан салып, жоғарғы жылдамдықта тоқтамай араластырамыз. Енді сұйық майды да дәл солай етіп, аз-аздан араластыруды тоқтатпай шетінен құйып отырамыз. Жұмыртқа массамыз 2 есе ұлғайғанша миксермен тоқтамай араластыра береміз. Ұнға қопсытқышты қосып араластырамыз. Ұнымызды илегіштен өткізіп, жұмыртқа массасын аз-аздан сала отырып, қалақпен астынан жоғары қарай араластыратын боламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, массамызды біркелкі қылып жайып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 10-15 минут пісіреміз. Дайын болғанын ағаш таяқшамен тексереміз. Бисквитіміз дайын болды. Суыған тоспай пештен шығарып аламыз. Бетін пергамент қағазымен немесе орамалмен жауып, аударып орайтын боламыз. Орағанда түзу тұру үшін қиғаштап шетін кесіп алып тастаймыз. Темір торда суығанша кремімізді дайындаймыз. Суық сливкемізге қант ұнтағын қосып, миксермен жоғарғы жылдамдықта қоюланғанша араластырамыз. Дайын болған кремді бисквиттің үстіне жағамыз. жер жаңғағын үгітіп, бетіне сеуіп шығамыз.
Енді рулетімізді орап, шет жағын кесіп, әсемдейміз. Қалған кремді кондитерлік қапқа салып, осылай әсемдеп шығамын. Осындай өте нәзік бисквит рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басыңыздар.